Елордада 2 күнде 2,5 миллион теңге жасаған такси жүргізушісі ұсталды. Нұр-Сұлтан қаласында такси жүргізушісі жалға алған көліктерден катализатор ұрлап, такси компаниясын 2,5 миллион теңгеге шығынға батырған. Бұл туралы бүгін қалалық полиция департаменті хабарлады. Сарыарқа аудандық полиция бөліміне Smart Taxi'нің басшысы арызданған. Оның айтуынша, Chevrolet Cobalt маркалы көліктерден катализаторлар ұрланыпты. Содан криминалдық полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шаралары барысында 39 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Ол ұрлаған әр катализатордың бағасы 830 мың теңге. Күдікті 2 күннің ішінде көліктерді техникалық қызмет көрсету орталықтарына апарып, автомеханиктерге катализаторды ақыға кескізіп алған. Сосын бәрін металлды қабылдау орнына төмен бағамен өткізген дейді полицейлер. Қазір сотқа дейінгі тергеу шаралары басталды. Күдікті өз кінәсін мойындады. Оның осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Еске сала кетсек, қылмыстық кодекстің 188 бабы бойынша 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сондай-ақ кінәлі адамның мүлкі тәркіленеді.